Түркістан облысы бойынша экология департаменті 2025 жылдың қорытындысы бойынша брифинг өткізді. Брифинг барысында өңірдегі экологиялық ахуал, атқарылған жұмыстар мен негізгі көрсеткіштер туралы жан-жақты мәлімет берді. Сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау барысында жүзеге асырылған мемлекеттік бағдарламалардың нәтижелері мен алдағы жоспарлар сөз болды. Брифинг барысында департамент өкілдері атмосфералық ауаның сапасын бақылау, өндірістік кәсіпорындардың экологиялық талаптарды сақтау деңгейі, қалдықтарды басқару және су ресурстарын қорғау мәселелеріне тоқталды. 2025 жылы экологиялық заңнаманы бұзған бірқатар нысандарға тексерулер жүргізіліп, тиісті шаралар қабылданғаны атап өтілді. Сонымен қатар экологиялық мониторинг нәтижелері қоғамға ашық түрде ұсынылатыны айтылды. Қазіргі таңда Түркістан облысы аумағында қоршаған ортаның ластануына әсер ететін бірқатар өзекті экологиялық мәселелер орын алуда. Олардың ішінде қатты тұрмыстық қалдықтардың басқару, Сарыағаш ауданында жылыжай шаруашылықтарының қоршаған ортаға әсері және кәріздік тазалау қондырғыларының техникалық жай-күйі ерекше назар аударуды қажет етеді. Облыстық қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарының жиі өртенуі және рұқсат етілмеген қоқыс орындарының пайда болуы экологиялық ахуалды күрделендіруде. 2025 жылы қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарының өртенуіне қатысты 17 дерек тіркеліп, барлық жағдайда әкімшілік шаралар қабылданған. Сонымен қатар 249 заңсыз қоқыс үйіндісі анықталып, толықтай тазартылды. Жүргізілген рейдтік шаралар нәтижесінде жеке және заңды тұлғаларға жалпы сомасы 9,3 миллион теңге айыппұл салынды. Брифинг соңында алдағы кезеңге қойылған негізгі міндеттер таныстырылды. Олардың қатарында экологиялық мәдениетті арттыру, жасыл технологияларды енгізу және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану мәселелері бар. Экология департаменті өкілдері бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тұрғындарды қоршаған ортаны қорғауға белсенді атсалысуға шақырып, өңірдегі экологиялық жағдайды жақсарту ортақ міндет екенін атап өтті. Бақдәулет Ерланұлы, Өмірхан Смайыл, 7-7 News.